Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін кескіндеме сабағы. Интерьердегі натюрмортты бейнелеудің 3-ші сеансы. Алғашқы сабақтарымызда біз интерьердегі натюрморттың форескизін және формат А2-ге үйлестіру және сызықтық құрылымдық суретін орындадық. Осы сабақта біз жұмысты түспен жалғастырамыз. Ол үшін сіздерге гуаш немесе акварель бояулары қажет болады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жұмысты түспен бастап кету. Интерьердегі натюрморттың жалпы түстік мінезін табу. Тағы да бір рет натюрмортқа назар аударайық. Натюрморт интерьер ішінде терезенің қасында орналасқан. Натюрмортқа жарық терезеден түсіп тұр. Орындық қызыл, сары және ақ маталармен жабылған. Орындық үстінде құман, мыс шляпшын, қою күлгін, әтір шыны қорабы орналасқан. Орындықтың қасында едендің үстінде кішкентай орындық пен үйде киетін аяқ киім тұр. Натюрмортта ең қараңғы зат қою күлгін әтір шыны аяғы. Келесі барқыт аяқ киімі. Арғарай мыс шляпшын. Келесі қараңғылық бойынша еден. Келесі қызыл мата, құман, сары мата және кішкентай орындық. Ал ең ашықтақ ол ақ мата. Жұмысты түспен орындауға көшеміз. Біріншіден натюрморттың ең қараңғы көлеңке жерлерінен бояуды бастаймыз. Түспен жұмыс жасағанда түстік балансты еске аламыз. Натюрморт заттарының түстік және тональдық сәйкестігін максималды түрде көрсетуге тырысамыз. Түстерді жағардың алдында палитрада араластырып, нақ нұсқадағыдай түстерді шығарамыз. Гуашпен жұмыс жасағанда оның кепкен кезіндегі түстерінің қанықтығының өзгеруін ескереміз. Осы сабаққа қойған мақсатымызға жеттік. Натюрморттың локальдық және тональдық жалпы түстік мінезін орындап шықтық. Келесі сабақта түспен жұмысты жалғастырамыз. Сабағымыз аяқталды. Зейін бөлгендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.